Сіз мұрын жақ сызығы туралы естіген боларсыз. Бұл сызық көбіне біз күліп немесе эмоция көрсеткенде көрінеді. Бүгін мен сіздерге осы сызықты кемітуге көмектесетін екі ең тиімді нүктені және кореялық массаждың ең жақсы әдісін көрсетемін. Сәлеметсіздер ме? Жер шежіресі каналына қош келдіңіздер. Бұл канал сіздің денсаулығыңыз бен жақсы сезінуіңіз туралы. Бүгін біз сіздің бет бұлшықеттеріңізді күшейтетін керемет әдісті үйренеміз. Алдымен маңызды нәрсені айтайын. Егер сіз жаттығуларды бастайтын болсаңыз, бетіңізді жаттығулардан бұрын суретке түсіріңіз. Жаттығуларды 3 апта бойы орындаған соң қайтадан суретке түсіріңіз. Сіз айқын өзгерістерді көресіз. Бұл бұрын және кейін әдісі өте маңызды. Беттегі бірінші нүкте G20 деп аталады. Бұл нүкте мұрынның жанында орналасқан және күліп тұрғанда ең көрінетін жерлердің бірі. Қалай жасау керек? Мұрынды қыспай, саусақпен нүктені табыңыз. Осы нүктеге жеңіл қысым жасап, бет бұлшықеттерін 60 рет қозғаңыз. Жаттығуды баяу және мұқият орындаңыз, бетіңізде жеңіл жылулық пен сергітуді сезінуіңіз керек. Бұл жаттығу тек мұрын жақ сызығын азайтып қана қоймай, бет бұлшықеттерін толықтай белсендетеді. Тіпті бет нерві зақымданған жағдайларда да пайдалы. Екінші нүкте Ст3 немесе ішкі үштік деп аталады. Ол көздің ортасы мен еріннің астында орналасады. Жаттығу әдісі: орта зрачоктан төмен, бет сүйегінің астына қарай жүріп нүктені табыңыз. Бұл нүктеге 60 рет жеңіл қысым жасап, бет бұлшықеттерін белсендіріңіз. Егер шаршасаңыз, 30 реттен кейін аздап үзіліс жасауға болады. Бұл жаттығу беттегі барлық бұлшықеттерді қозғап, бет терісін сергітеді. Сонымен қатар мұрын жақ сызығын жұмсартады және бет терісінің коллагенін белсендіреді. Бөлім 4. Мұрын жақ сызығының пайда болу себептері. Мұрын жақ сызығы 25-30 жас аралығында. Бұл бет терісінің серпімділігінің төмендеуі, коллаген мен гиалурон қышқылының азаюы, сүйек құрылымының өзгеруімен байланысты. Дұрыс массаж беттің коллагенін қайта белсендіреді және теріні сергітеді. Кореялық массаж бет бұлшықеттерін жеңілдетіп сергітеді. Алдымен ауаны бетке толтырып, шектерді көтереміз. Бұл жаттығуды 10 рет қайталау қажет. Ерінді О әрпіне келтіріп, губалар арқылы жеңіл қысым жасап, көзге жақын аймаққа массаж жасаймыз. Бұл да 10 рет қайталана. 20 градусқа қисайтып саусақты орналастырып, бет сүйегін көтереміз. Скул аймағын 15 рет әр жаққа массаж жасаймыз. Бұл жаттығулар бет бұлшықеттерін босаңсытып сергітеді. Мұрын жақ сызығынан жоғары көтеріліп, шектерді және ерінді жеңіл айналдырамыз. Ауаны шығара отырып, бұл аймақты массаждаймыз. Еріннің жанында 2 саусақты орналастырып, жоғарыға қарай көтереміз. Содан кейін төменге, жақ сүйегінің бойымен мойынға қарай жылжытамыз. Массаж кезінде қысымды тым қатты қолданбаңыз, әсіресе мойында. Соңғы қадамда саусақтарды ерін астына қойып, бет бұлшықеттерін жеңіл ашып жабамыз. Бұл жаттығуды 10 рет қайталау жеткілікті. Кеңес: жаттығуларды күніне 2 рет орындаңыз, таңертең және кешке. 3 аптадан кейін өзгерісті байқап, суретке түсіріңіз. Сіз білесіз бе, бетіміздегі әр бұлшықет белгілі бір эмоция мен мимика үшін жауап береді. Мұрын жақ сызығы көбінесе орта бет бұлшықеттерінің әлсіздігі салдарынан көрінеді. Бұлшықеттерді белсендіру бет терісін тартып, әжімдердің пайда болуын баяулатады. Жаттығу кезінде бетіңізде жеңіл жылулық немесе сергітуші сезім болуы керек. Мысалы, G20 және St3 нүктелерін массаж жасағанда бет бұлшықеттері жұмсарып, қан айналымы жақсарады. Бұл теріні сергітіп, коллаген өндірісін белсендетеді. Кореялық массаж кезінде тыныс алуды дұрыс ұйымдастыру маңызды. Терең дем алып, ауаны шектерге толтырыңыз. Бетті жеңіл көтеріп, ауаны біртіндеп шығарыңыз. Осы әдіс бет бұлшықеттерін жұмсатып, стрессті азайтады. Бұл жаттығу тек әжімдерді азайтып қана қоймай, бет терісін сергітеді, шаршауды кетіреді, тіпті көңіл күйді жақсартады. Кореялық массажды орындағаннан кейін мынадай қосымша жаттығулар жасауға болады. Шек көтеру: күліп шектерді жоғары көтеріп, 5 секунд ұстап, босату. 10 рет қайталау.
Ерін айналасы, ерінді әрпіне келтіріп 10 секунд ұстау, содан кейін босату. 10 рет қайталау. Мойын бұлшықеттерін белсендіру, басыңызды біртіндеп артқа итеріп, мойын терісін созу. Бұл бет терісін тартуға көмектеседі. Бұл қосымша жаттығулар бет терісінің икемділігін арттырады және массаждан кейінгі әсерді күшейтеді. Жаттығуларды күнделікті өмірге енгізгенде тиімді нәтиже тезірек көрінеді. Таңертең бет бұлшықеттерін ояту үшін 5-10 минут. Кешке бетті босаңсыту және релаксация үшін 5-10 минут. Егер жаттығуларды үнемі орындасаңыз, 3 аптадан кейін айқын өзгеріс байқалады, бет бұлшықеттері көрінеді. Қосымша кеңестер: су ішу терінің ылғалдылығы коллаген өндірісіне әсер етеді. Теріні ылғалдандыру, массаждан кейін жеңіл крем немесе серум қолдану тиімді. Жақсы ұйықтау, түнгі ұйқы бет терісінің қалпына келуіне септігін тигізеді. Қуатты диета, витаминдер мен ақуызға бай тағам бет терісін сергітеді. Бұл кеңестер жаттығулармен бірге тері күтімін толықтырып, нәтижені барынша жақсартады. Есіңізде болсын, бет бұлшықеттерін күту, бұл бұлшықеттерді жаттықтыру ғана емес, сонымен қатар бет терісінің жасару процесі. Жаттығуларды жүйелі түрде орындасаңыз, мұрын жақ сызығы азаяды, бет терісі серпімді болады, жас көрінісіңізді сақтайсыз. Видео соңында өз бетіңізді суретке түсіріп, өзгерісті салыстырыңыз. Жаттығуларды жүйелі орындау сұлулық пен жас көріну кепілі. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыз. Келесі видеоларымызда бет терісін күту, әжімдерді азайту және денсаулыққа пайдалы басқа әдістерді көрсетеміз. Бет бұлшықеттерін жаттықтырғанда ең көп кездесетін қателер: саусақты тым қатты басу бет терісін зақымдауы мүмкін. Жаттығуды асықпай орындамау нәтижесі төмен болады. Дем алуды елемеу, бұлшықеттер толық сергіп қан айналымы жақсармайды. Дұрыс әдіс: саусақты жұмсақ, бірақ белсенді басу. Бетті біртіндеп қозғау, 60 рет қайталау. Терең дем алып, ауаны шектерге толтырып, біртіндеп шығару. Бұл қарапайым ережелер жаттығулардан максималды пайда алуға көмектеседі. Визуалды эффект пен сезім: жаттығулар мен массаж кезінде бетте сезілетін өзгерістер, жеңіл жылулық, қан айналымының жақсарғанын білдіреді. Бет бұлшықеттерінің сергіп тарылып жатқанын сезу. Ерін мен шектердің жұмсақ серпімділігі. Бұл сезімдерді байқай отырып, жаттығуды дұрыс орындап жатқаныңызды білесіз. Бұл да мотивация береді. Қосымша техникалар: микромассаж, саусақ ұшымен бет терісін жеңіл дөңгелекте бұру. Шектерді көтеру, күліп шектерді жоғары көтеріп, бірнеше секунд ұстап босату. Ерін айналасы, ерінді әрпіне келтіріп, шектер мен ерінді сергіту. Бұл әдістер корейлік массажмен үйлесіп, бет бұлшықеттерін толық белсендіреді. Мотивациялық кеңес есіңізде болсын: бет бұлшықеттерін күту тек әжімдерді азайту емес, сонымен қатар бет терісінің серпімділігін арттыру, мұрын жақ сызығын жұмсарту, жас көріністі сақтау. Күніне 10-15 минут жаттығу жасап, массажды орындау сіздің бетіңізге керемет әсер береді.